Сайын Мұратбеков, жабайы алма. Жауыздық. Қоңыр сиыр күннен күнге іші жерсіза үлкейіп, көзінің ағы молайып аларып, пыс-пыс етіп есіктің көзінен кетпейтін боп алды. Үйден қайсымыз шықсақ та ыңырана мөңіреп қолымызға қарайды. Тұмсығын созып ескелеп жемтілейді. Өзіміз шықпа жаным шықпалап арпа сұлыны қуырып, әр түйірін таңдайымызға сап талшық етіп отырғанымызда, оған қайдан жем берелік? Соңғы кезде шөпті де ертеңді кеш қора төбесінен уыстап қана түсіремін. Әжем, балам, алдымызда қандай күн бар, шөбіңді үнемдеп ұста, әлім мал төлегенде керек болады деген. Сондықтан уыстап санап түсірген шөптің өзін бірден малдың алдын тастамай, сабанға араластырып жіберем. Қоңыр сиыр да, екі ешкі де қалың сабанға араласып кеткен шөптерді теріп жейміз деп, тірнектеп жүріп сабаннан да біраз жеп алады. Мен соған қуанам. Әйтеуір, қаңтарылып қалмай, сабан болса да жей берсе екен деймін. Қоңыр сиыр мен екі ешкінің сабанды үңгілегендеріне қарап тұрып Петька: "Сұлу талқанға бидай талқанды араластырып жегендей болатын шығар", деп күлді. Онан соң: "Шөпті неге көбірек салмайсың?" дейді, менің сараңсып тұрсын ғой дегендей. "Көп салуға болмайды, шөп аз", деймін. "Әй, былтыр жазда пішен кезінде Нәзір әпкең екеуің ертелге жүріп бір қысқа жетерлік шөп шауып едіңдер ғой. Оларың қайда? Бітіп қалды ма?" "Жоқ, біткен жоқ. Ол шөп өзімізге бұйырмай тұр ғой", деп мен Қоғалы бұлақтағы шөбіміздің жайын айтқам. "Сен өзің қызық екенсің. Бар шөптен күдеріңді үзіп", деді Петька мені жазғыра сөйлеп. "Жарайды. Колхоздың қорасына түсірілген шөбіңді алмай-ақ қой. Ал қалған шөбіңді неге түсіріп алмайсың?" "Немен түсірем? Тұржан тұрғанда колхоздың шанасына жолатпайды." "Колхоздың шанасының керегі де жоқ. Ол Тұржан мен Байдалыны қайтесің жаманатты болып. Шөбіңді біз өзіміз-ақ жеткізіп алмаймыз ба?" деді Петька қызынып. "Немен?" "Қол шанамен. Оттоның отын тасып жүрген үлкен қол шанасы бар емес пе? Сонымен екеуміз барып, әліміздің жеткенінше тартып әкелеміз. 3-4 рет барсақ, бәрін болмаса да біраз шөпті жеткізіп алуға болады ғой. Қоңыр сиырдың үстін ішкенде Құдай құрлымыз, сондықтан оның шөбін жеткізуді парыз деп білейік." Сонымен Петька екеуміз Оттоның отын тартатын үлкен қолшанасын сұрап алып, демалыс күні Қоғалы бұлаққа бара жатқан шөпшілер Көлбай керең мен Манарға ілесіп жолға шықтық. Бізбен бірге Оттоның да барғысы келген, бірақ аяқ киімі жыртық болған соң амалсыз қала берді. "Қоғалы бұлақтың қыста қандай болатынын көру керек еді. Мұна аяқтың жарамай тұрғанын қарашы", деді тұмсығы сөгіліп, бақаның аузындай боп тұрған шарығын көрсетіп. Ауылдан ұзап шығып, төбе асқанша, өгіз шаналардың соңынан жаяу ілесіп жүрдік. Шаналардың артына жармасып отыруға, көріп қалса пәле қылар деп Тұржаннан қаймықтық. Төбені асып, ауыл қарасы көзден таса болысымен-ақ арттағы Манардың шанасына жабысып алғанбыз. Тоз-тоз болған боз тонының жағасына тұмсығын тығып алып, шанасына жантайған күйі көзін бір ашып, бір жұмып қалғып мүлгіп жатқан Манар ләм деген жоқ. Тіпті біздің соңдарынан ілесіп келе жатқанымызды, бар жоғымызды елең қылар емес. Бұрын адамға күлімсірей қарап, жылы тартып тұратын өңі де бір түрлі сұсты еді. Әнеу күні Тұржанның қамшысынан қалған көзінің астындағы көгілдір ісік әлі тарай қоймаған. Сол да өңін түнертіп сұстығып тұрған сияқты. "Рұқсатсыз отырдық па, қалай өзі?" деген Петька күліп. Әрине, маған сөйлеген боп Манарға естірте айтқаны, бірақ Манар елең еткен жоқ. Біраздан кейін етіміз үйренген Петька екеуміз шананың үстіне жайғасып отырып еркінси бастадық. Манар бізді енді ғана байқағандай алара бір қарағаны болмаса, үндеген жоқ. Оның үндей қоймағанын тартынған Петька жоқ. Сәлден кейін тағы сөйледі. "Біздің Зоя үйде ылғи сені аузынан тастамай айтып отырады", деген. Осы сәтте ғана Манар көзі жарқ етіп басын көтеріп алды. Петька болса сөзін әрі қарай жалғастырған. "Бірге оқығандарыңда бір партада қатар отырыпсыңдар ғой." "Үйе", деді Манар күрсініп. "Сені жақсы оқыды" дейді Зоя. "Арифметиканың есептерін өте тез шығаратын еді" дейді. "Егер оқи бергенде керемет математик болатын еді" дейді. "Үйе, бір рет мұғалім шығара алмаған мәселе есепті сен шығарыпсың ғой",
Iya, мінезіңді қыздай ет дейді соя. Бетіне тура қарасаң, қып-қызыл боп қызарып кететін ет дейді. Есеп көшіру үшін балалар сенің қасыңнан отыруға таласады екен ғой. Сонда біздің соя бәрін жеңіп кетеді екен. Манардың қасына өзім ғана отыратынмын дейді. Класстағы балалардың бәрімен төбелесетінмін, тек Манар екеуміз тату отырушы едік дейді. Иә. Манардың даусы бір түрлі дірілдеп, қыстығып шықты. Жалт қарасам, ол қалғып кеткендей көзін тарс жұмып алыпты. Көзінің астындағы көгілдір татқан ісіктің үсті жылтырап көрінеді. Жалғыз тамшы жас жол сызып бетінің ұшына қарай сырғып барады екен. Ойында ештеңе жоқ. Самбырлап сөйлеп отырған Петьканы ақырын ғана түртіп, Манарды ымдадым. Петька оған аңыра қарады да тілін тістеп алғандай үнсіз қалды. Енді екеуміз де бір түрлі ыңғайсызданып, не боп қалды екен дегендей, бір-бірімізге жалтақтасып, Манарға ұрлана көз тастап қойып, теріс қарап үнсіз отырдық. Шана ақырын ғана жылжып сырғиды. Табанының бір қалыпты сызыла шыққан шиқылы ыңырсып жылағандай естіледі. Таусылмайтын ыңырсу. Ыңыршақтары шыққан қабырғалары арса-арса өгіздер аяқтарын санап басқандай әлбеп келеді. Жаяу-ақ жүрейікші, деді Петька бір кезде сыбырлап. Сірә өгіздерді аяп кетсе керек. Екеуміз шанадан қарғып түсіп, қатты қардың үстімен қатарласа жаяу жүрдік. Аспан ашық. Әбден ысылып сүртілген көк мөлдір шыныдай тап-таза боп төбеге төңкеріле қалған. Сәскеге көтерілген күн ерекше маужырап тұр. Мынау қарлы далаға бүгін бір мейірімі түскенде елжірей қарайды. Көптен үстеме жаумай сүр тартқан қардың үсті ескірген бәтестей сарғыштанып, қыраттар мен дөңестеу тұстарда әр жерінен сетінегендей, яки тігісі сөгілгендей ақырындап жыртылып, астынан қара жер көрініп жатыр. Қыз көрпесінің тоза бастаған белгісі де. Манардың шанасынан ілгерілеп, озып шыққан соң Петька қайтадан даусын шығара сөйлеп. Мен жиренқасқа айғырмын, ал сен құла айғырсың, деді. Сөйтті де қабағын түйіп жиренқасқа айғыр боп кісінеді. Ия! Оған ілесе қабағымды түйіп құла айғыр боп жер тарпынып мен де кісінедім. Ия! Бұл екі айғырдың екеуі де ауылдың мақтанышы, күшті десең күшті, жүйрік десең жүйрік, екеуінің адамдай ақылды қасиеттері туралы талай ғажап әңгімелер тараған. Небір ақ түнек борандарда үйлерін шашау шығармай, өздері қайырып барып, ит құсқа жасаған айбат қарсылықтарын жылқышылар аңыз ғып айтатын. Міне, Петька екеуміз сол екі айғыр боп кісінеп жылқыны алға ұмтылып, екпіндесе желіп жүріп кеттік. Алдыңғы шанада оза бергенімізде, «Ей, сен екеуің қайда барасың?» деді бізді енді ғана көрген Көлбай керең. «Шөпке!» дедік қосарлана дауыстап. «А, шөпке!» деді Петька оның құлағына таяп айқайлап. «Шөпке, мына шанамен бе?» деп Көлбай керең шанамызға саусағын шошайтып ал кеп күлсін. «Пысқырма!» деді Петька. Өзі өгізбен ілбіп келе жатып, жиренқасқа айғырмен құлағасқа айғырға күледі ғой. Кәне, жер тарпып жүрелік. Сөйтті де өзі, «Ия!» кісінеп, оң аяғымен қатты қарды теуіп қап секіріп түсті. Оның істегендерін мен айнытпай қайталағам. Қарсы алдымыздағы жел есіп, құлшына түсіп келеміз. Маңдайымыз тершіп, өңіміз алабұрта қызарып қызып алғанбыз. «Ей, балалар!» деді осы сәт Көлбай керең соңымыздан дауыстап. «Онша алыс кетпеңдер. Қазір қасқырдың адамға шабатын жаман кезі». Иә, Көлбай кереңнің бұл айтқанына құлақ аспай болмайды. Соңғы кезде қасқыр деген ауылды төңіректеп шашау шыққан мал болсын, ит болсын жеп кететін. Тіпті адамдарға да шапқанын, жалғыз жарым жолға шыққандарды жеп кетіптіміз деген үрейлі әңгімелерді естілетін. Біз екпінімізді баяулатып, енді Көлбай кереңнің шанасына қарайлап қапталдаса жүрдік. Көлбай керең біздің шанамызға қарап қояды да, екі езуі екі құлағына жете мәз боп күледі. Күлген кезде онсыз да жап-жалпақ бет аузы ет табақтай боп мүлде жалпайып, шегір көзі мүлде көрінбей сығырайып кетеді. Тек әлден уақыттан кейін ғана, «Ей, сен екеуің менің күлгеніме ренжімеңдер», деді езуін жимастан. «Мен сендердің мына тірліктеріңе риза болғаннан күліп келем.
Жарайсыңдар. Өлкен жігіт болыңдар. Рахмет, айтқаныңыз келсін, деді Петька. Не дейсің? Петька шанаға таяп барып, оның құлағына әлгі сөздерін айқайлап қайталаған. Көлбай керең мүлде риза боп күлді онан соң. Өстіп Көлбай кереңмен сөйлесе жүріп, Қоғалы бұлаққа қалай жеткенімізде аңғармай қалыппыз. Анау кездегі Қыдырман Тойдық пен Зибаш үшеуміз келгендегі Маяның орындары да тақырланған екен. Қоғалы бұлаққа таяу біздің шошақтың бір жағында қатарластыра салынған 3 мая болатын. Соныңда біреуі бітіп, екіншісі орталана бастапты. Сол орталанған маяға кеп Көлбай керең өгіздерінің басын тіреді. Өгіз байғұстар шөптің қарасы көрінгеннен жүрістері ширап, алға қарай ентелеп ұмтылып келе жатқан. Маяға жете бере жандармен пысылдасып, тұмсықтарымен кіріп кете жаздап тоқтады. Біз Петька екеуміз әрі қарай, біздің шошаққа қарай өте бергенбіз. Шанасынан түскен Көлбай керең тоқтай тұрыңдар дегенде ишарат жасады. Онан соң үстіндегі қалың тонын шешіп тастап, желбегеленіп алды да: «Әй, Манар, сен өзің ақырындап шанаңа шөп тией бер», деді дауыстап. Одан бізге бұрылып: «Сен екеуің бер жүріңдер», деп қолын бұлғап, бұлақтың жоғарғы жағындағы қожыр-қожыр жартастарды меңзеді. «Анау араға кеше мен тұзақ құрып кеткем. Соны байқап көрелік», деп қорбаңдай басып алға түсті. «Егерде кекілік түссе, сендерге сауға берем». Біз Петька екеуміз сөзге келместен шанамызды әлгі араға тастай сала, Көлбай кереңнің соңынан ере жөнелдік. Бірде қатқақ, бірде ойдым қардың бетінде соқамен жер жытқандай жалғыз аяқ салған жол жатыр. Бұл кеше тұзақ құруға барған Көлбай кереңнің ізі екені айтпаса да түсінікті еді. Өзі сол ізімен алдымызға түсіп, әппақ киізбен ұлтарылған дәу қара пимасымен әлгі жолды жапыра тегістеп келеді. «Бұйыртса бүгін кешкісін кекіліктің сорпасын ішіп бір қарық болып қалыңдаршы», деп қояды бізге бұрыла сөйлеп. «Кекіліктің сорпасы деген шіркін, дәмді ғой». Осыны естігенде Петька екеумізде мүлде ес қалмады. Соғыс жылдары біздің ауылда кекілік аулауда үлкен кәсіп болатын. Кекіліктің қайда өріп, қайда жайылатынын білетін кейбір үлкендер тұзақ құрып, сорпа суын сонымен айыратын. Міне, сондай кекілік ұстағыш үлкендердің бірі осы Көлбай керең еді. Мұның үйінде болып кекіліктің етін жеп сорпасын ішкен көрші көлемдердің балалары тамсана отырып әңгімелеген кездерінде сілекейімізді шыбыртатын. Енді міне, сол кекілік аулағыш Көлбай кереңнің өзі тұзақ құрған жерге сауға берем деп ертіп бара жатса, қалай ес қалсын. Тұзаққа түскен кекілікті бас салып, өз қолымен ұстағаннан өткенде не қызық болсын. Петька екеуміз бір-бірімізге қарап жымыңдасып қоямыз. Бұл бір күтпеген тамаша болды-ау. Көлбай керең молодец, дейміз. Көлбай керең өзін біздің мақтап келе жатқанымызды әрине естімейді. Сондықтан ол бізге өзінше сөйлеп келеді. «Екеуіңнің жолдарыңның қандай болатынын қазір көреміз енді», дейді бізге бұрылып қойып. «Егер тұзаққа кекілік түссе, ауыздарының салымы бар болғаны. Түспесе, екеуінің де тобан аяқ қу болғаны. Онда екеуіңді де қамшының астына алам», деп күлді. «Вообще, менің аузым салымды», деді Петька. Менде өзімнің мұндайда жолымның болғыштығын айттым. Қожыр-қожыр жартастардың күнге жағы ықтасын, ерекше жайма шуақтанып, босанып жатыр екен. Бетімізге кәдімгідей көктемнің жылы лебі келгендей болды. Жақындай бергенімізде жартастың етегіндегі сабан шашылған тұстан жапырлаған кекіліктің біразы жықылықтап, жартастың қуыс-қуыстарына өрмелей қашып, біразы еңіске қарай пырылдаса ұшып азан-қазан болды. Сабанның үстінде далып-далып етіп, қанаттарын сабалап ұша алмай аласұрып қалған кекіліктер де көрінді. «Әне, түсіпті, ал жүгіріңдер», деді керең. Петька екеуміз тіпті ес қалған жоқ. Жолымыздағы тастар мен бұта бөргездерге сүріне қабына ұмтылдық. Мұндай қызықты кім көрген? Көз алдыңда тұзаққа түскен кекіліктердің жанышыра бұлқынғаны керемет еді. Тұзақты быт-шыт қып үзіп кетер мекен деп қашан жеткенше дегбіріміз қалмады. Қанатымен жер сабалап жатқан шеткі кекіліктің үстіне кеп бауырыма баса құладым да, мыжып өлтіріп алмайын деп қанатынан қыса ұстадым. Жандармен тыпырлап аласұрған кішкене құстың жұп-жұмсақ, жып-жылы бауырына қолым тигенде ақ дірілдеп кеттім. Жұмсақтығы сондай,
Қысып жіберсем бөліп қалатындай көрінді. Сондықтан бір қолыммен абайлап қана тұзаққа ілінген аяғын босата бастадым. Тыпырлаған кекілікті қыл тұзақтан босатуда оңай емес екен. Тұзақтың ілгегі сәл босай бастаған кезде кекілік бұлқынып қалса болды, қайта түйіліп қалады. Ал тұзақ қайта түйілген кезде шырпыдай ғана жіңішке нәзік тұяқ түбінен қиылып түсе жаздайды. Байғұс-ау, шыдасаңшы, мен сені босатып алғалы отырмын ғой. Мына буындырған қыл тұзақтан, деймін жаным ашып. Оны кекілік ұқсын ба? Шеленсе түйілген тұзақты ақырындап босата бастағаным сол еді, тағы да бұлқынып қалды. Тұзақ қайта түйілді. Қойшы, терлеп тепшіп отырып әзердеп босатып алдым-ау, ақыры. Бұл кезде Петька да бір кекілікті босатып алып, қос қолдап бауырына қысып есі шыға қуанып отыр екен. Көлбай керең болса біздің әрекетімізге қызықтай қарап ыржия күліп отыр. Алыңдар, екеуіңе байладым осы екі кекілікті дейді. Енді ғана байқадық, тұзаққа түскені де осы екі кекілік қана екен. Тарының қауызындай күрең қызыл көздерін үрейлене аударып төңкеріп бұлқынып қояды. Петька екеуміз қатарласа кеп отырғанбыз. Ойпырмай, екі кекілік егіз туғандай бірдей екен. Тұмсықтары, тұяқтары бояп қойғандай шымқай қызыл, қара сұр қауырсындары біресе күлгінденіп, біресе жасылданып, біресе көгілдір тартып сан құбылып. Тірі кекіліктің мұндай сұлу, мұндай сүйкімді екенін кім білген? Петька өз кекілігін, мен өз кекілігімді сылап сипап қуанышымызда шек жоқ. Көлбай керең қалтасынан қолдан соғылған добалдай бәкісін шығарды. Ау, балалар, ауыздарың салымды екен. Әкеліңдер, бауыздап берейін, деді бәкісінің жүзін ашып, алақанына сап жани тұрып. Көк көзі шарасынан шыға бағыр жайып кеткен Петька кекілігін бауырына қыса түсіп, ағатай-ай, менікін бауыздамаңызшы, тірідей алып жүрейінші, деді жан даусы шыға жалынып. Мейлің өзің біл, деді Көлбай керең сол күлкісін жимаған қалпы. Онан соң маған бұрылып, мен де кекілігімді бауырыма қысып қорғаштап, тірідей алып жүрейінші, дедім. Көлбай керең басын шайқай күліп, бәкісінің жүзін жауып қалтасын салып қойды да, жүріңдер, мына жартастың арғы жағында тағы бір тұзағым бар, деді. Біз кекіліктерімізді құшақтап, енді бұта мен тастарға сүрініп кетпейік деп абайлап басып, оның соңынан ердік. Көлбай керең алда, онан кейін оның ізін дәл басып Петька соңдарынан мен келем. Балалардың бәрі екеуміздің кекіліктерімізге қызығатын болды, дейді Петька маған қайырылып даурыға сөйлеп. Мен мұны соймаймын, қолға үйретіп асыраймын әлі. Мен де соймаймын. Осы мезетте Петька, ой, деп қолын шошына сілкіп қалған. Кекілігі пыр етіп төмен құзға қарай зымырап ұша жөнелді. Ей, кекілігің ұшып кетті ғой, деп мен айқайлап жібергем. Алдағы Көлбай керең жалт қарады. Түсте болды, деді Петька оң қолының сыртын сипалап. Қап, жаңа бауыздап берейін дегенім сол еді, деді Көлбай керең өкініп. Енді кекілікте тірі жан ғой, айбат жасамайым екен. Абайламасаң сөйтіп шоқып алады. Жә, екінші тұзаққа да түскен шығар. Жүріңдер. Екінші тұзаққа жеткенімізде мұнда алғашқы тұзақтағыдай емес, жайылған кекілік тым аз екен. Біздің қарамыз көрінісімен ақ 4-5 қылықтасып, бастарын қазықша қақшитып ап, зымырай жортып жоғардағы жартастың қуысына өрмелеп зымзия көрінбей кетті. Тұзаққа бірақ кекілік түскен екен. Жандармен аласырып қанатымен жер сабалап жатты. Байғыз тұзаққа мойнынан түскен екен, бұлқынған кезде басы үзіліп қала жаздайды. Көлбай керең әлгіндегі добалдай бәкісін ашып, сол тұзақты жатқан жерінде бауыздап алуға ыңғайланған. Ол енді еңкейе бергенде, Петька жанышыра ұмтылып барып, оның қолына жармаса кетті. Ағатай, обал ғой, бауыздамаңызшы, деді шырқырай жалынып. Тікісіне тоқтап қалған Көлбай керең. Деп Петькаға бұрылған. Бауыздамаңызшы, деді Петька айқайлап. Неге? Обал ғой. Солай ма? Деді абдыраған Көлбай керең кейін серпіліп. Енді не істейміз? Деп біресе Петькаға, біресе маған қараған. Петька дереу отырағап, мойнынан қылғынып жатқан кекілікті босатып алды. Мойын жүні үрпе-сүрпе боп есеңгіреп қалған кекілік байғұс көзін жұмып, 2 рет басын сілкеген. Ту, байғұс-ай, деп Петька оны мүсіркеп бауырына басқан. Кекілік көзін жұмып тығыла түсті. Енді байқадық. Тұмсығынан қан шығып тұр екен.
Оны көрген соң Петька мүлде жыларман халге жетті. Обалай! Сәлден соң көзін әзер ашып жұмған кекілікті орындықтарды жайпақ тастың үстіне апарып жатқызған. Бауыры тасқа тиген кекілік есін жиғанша біраз жатты да, бір сәт аузын кере ашып қойып, мойнын созып жан-жағына қарап алды да, әлгі тастан жерге секіріп түсіп, бұталарды тасалап жорғалай жөнелді. Енді өлмейді, деді Көлбай Керең қуана дауыстап. Кекіліктің жаны сірі болады. Қазір біраз қарға аунаса, құлан таза жазылып кетеді. Менің өзім бауырыма басып қысып ұстап тұрған кекілігіме енді ғана назар аударғам. Көзі жылт-жылт етіп қолтығыма қарай тығыла түседі. Өзі жып-жылы, жып-жұмсақ. Мен жалғыз қалдым ғой деп өксіп дірілдейтін сияқты. Ойланып тұрмастан қос қолдап жоғары көтердім де. Бұл да үйірінен қалмасыншы, деп әуелете лақтырып жібердім. Бұл да әлгіндегі қалың кекілік ұшқан жаққа қарай зымырай жөнелді. Ал, кекіліктің сорпасына қарық болыңдар енді, деді Көлбай Керең әлде бізді жазғырғандай, әлде өкінгендей үнмен. Онан соң, «Ей, Петька, мұна тұзақтың арғы басын шешіп алшы», деп өзі еңкейіп тұзақтың екінші басын шешуге кірісті. Мұнан әрі үшеулеп жүріп әлгі жердегі тұзақты жинап алдық. Қайтар жолымызда сол үнсіз күйімізде алғашқы тұзақты да жинап алдық. Содан маяға қайтып жеткенімізше ләм-мим дескен жоқпыз. Шанасына жақындай бергенде ашаға сүйеніп үнсіз қарап тұрған Манарға Көлбай Керең: «Ей, мұна екеуімен тұзақ құруға болмайды екен», деді даурыға күліп. «Екеуінің де жандары ашығыш немелер екен». Біз Петька екеуміз қол шынамызды сөйлетіп, анадай жердегі шошаққа қарай кеттік. «Шынында да қолыңа ұстап сылап сипаған сөп сүйкімді тірі кекілікті сойып жеу деген сұмдық қой», деді Петька былай шыққан соң, әлде ақталғандай, әлде біреуді жазғырғандай үнмен. «Әрине сұмдық», дедім мен де ілесе қостап. «Ал, тезетейік, айтпақшы, мен жирен қасқа айғыр едім ғой. Ия!» деп кісінеп жер тарпынып секіріп қойды. Мен де кісінеп жер тарпып құлайғыр боп қалпыма түстім. Мұнан әрі анау кездегі қыдырман тойдық жартылай бұзған шошаққа жетіп, Оттоның қолшынасына Петька екеуміз әдемлеп шөп тиеуге кірістік. Үлкен бір арқадай шөпті тиеген соң, ойқы-шойқы жолда аударылып қалмасын деп жіппен ұзынынан, көлденеңінен шалып алып, мықтап байлап тастадық. Тартып көріп едік, шананың табаны қарға батып зілдей ауыр екен. Кішкене азайтайық деп едім, үлкен жолға түскен соң жеңіл болады деп Петька бой бермеді. Сонымен жирен қасқа айғырмен құла айғыр боп бағанағы бос шананы сүйретіп келгендегідей кісінеп, жер тарпып ойқастай алмай, табаны қарға батқан шананы күшене тартып кері қайттық. Көлбай Керең мен Манар да шаналарын шөпте тиеп болып, өгіздерінің басын ауылға қарай бұрған. «Ей, балалар, шаналарыңды мына менің шанамның артына тіркеңдер. Өздерің шананың үстіне отырыңдар», деген Көлбай Керең. Арық өгіздердің шөп тиеген шананы мықшия сүйреткен түрлерін көріп, ол байғұстарға жармасуға көңіліміз дауаламады. «Жоқ, біз өзіміз жүреміз», дедік қосарлана дауыстап. Көлбай Керең жауабымызға тағы да мәз боп күлді. «Мейлдерің, өздерің біліңдер», деді. Онан соң ілбиген екі шананың соңында бізде ілбей жүріп кеттік. Петька екеуміз шанамыздың ауырлығын, ауылға дейінгі жолдың алыстығын қалайда еске алмау үшін ананы мынаны айтып, бірімізді-біріміз сөзге айналдырып, күлдіргі бірдеңелерді еске түсіріп, қайдағы жайдағыны қозғап, мәз боп келеміз. Осыдан 4 жыл бұрын алғаш біздің ауылға көшіп келгенде Петьканың қойларды маңырағандағы дауыстарының жуан, жіңішкелігіне қарап, еркек, ұрғашқа бөлгенін еске алып бір күлдік. Қойдың даусы маңырағанында жуан болса, дядя баран деп, ал жіңішке болса, тетя баран деп айтқанын естіп бүкіл ауыл күлген еді. Даусы дарылдай маңыраған саулықты қозысы ем жатқанда да: «Ей, Петька, анау қозы дядя баранды қалай ем жатыр екен? Қарашы», деп оны мазақтағанымызды қалай ұмытармыз. Бірде Петьканың үйінде капуста көже ішіп отырып, менің «Ой-пырай, Петька, жапырақтың тәтті көже пісіруге болады екен-ау» дегенімде, ол ішіп отырған тамағына шашалып қала жаздап күлген еді. Тағы бірде Әжібектің кіжіңінен құтылу үшін Петьканың үйінен алып шыққан бір кесім шошқаның майын екеуміз оған қойдың құйрық майы деп алдап беріп, артынан жеген шошқаның майы екенін біліп қалған Әжібек өлердей құсып, ақыры ұшынып ауырып 10 күндей төсек тартып жатып еді. Әрине,
Кейінден Әжібек Петька екеумізге де жақсылап сыбағамызды берді. Алайда өзі де бүкіл ауылға күлкі болып еді. Көпке дейін одан қорықпайтындар. «Әй, Әжібек, құйрық май жейсің бе?» деп мазақ етіп жүрді ғой. Түстен ауған күн ашық аспанда жерге еңкейіп кеп төніп, маужыраған сәулесін ерекше төгіп тұр. Жылуы жотамыздан өтіп, әжептәуір қыздырып келеді. Петька екеуміз де көзіміз қарығып, төңірекке сығырая қараймыз. Ақ қар басып жатқанда да осындай жылы күн болады екен-ау дейміз. Ие босаған қар соқталанып, әр басқан қадамымызды кейін кетіріп жүрісімізді өндіретін емес. Оның үстіне шанамыздың да табаны күпсегіне дейін батып, зіл батпан боп келеді. Шөп емес, тас тартып келе жатқандаймыз. Қалжырай бастағанымыз болар. Әлгіндегі күлкілі әңгімелерді айтуға да зауқымыз соқпай, тұнжырап келеміз. Әлден соң Петька бас жоқ, аяқ жоқ. «Шіркін, қыс болмайтын жақта тұрсақ», деді. «Ондай жер бола ма екен?» дедім мен. «Болады», деді Петька сенімді үнмен. Онан соң үйлерінде бір кітап барын, сол кітапта бір адамның 28 жыл бойы мұхит ортасындағы бір аралда жападан жалғыз өмір сүргенін және ол аралда еш уақытта қыстың болмайтынын қызына әңгімелеп кетті. Жаңағы кітаптың әңгімесінің қызықтығы сонша, және Петьканың оны тамылжыта айтқаны сонша, екеуміз де бір сәт шанамыздың ауырлығын да, қысқы жолдың ұзақтығын да ұмытқандай, әлгі бейшара жалғыз адамның үрейлі де, қызғылықты тірлігіне араласқандай күйге түстік. «Сен сол кітабыңды оқуға маған да берсеңші», дегем әңгіменің соңында. «Пожалуйста, тек ол орысша ғой». Осы тұста орысша білмейтініме тұңғыш рет өкіндім. Петькаға достығымызды базына қып, «Олай болса маған орыс тілін үйретсеңші, ең болмаса сол кітапты оқиын», дедім. «Пожалуйста, үйренем десең күнде 4-5 сөзден үйретіп тұрайын. Бір жазда орыс тілін біліп кетесің», деді Петька маңғазана. «Мен де міне қазақ тілін тез үйреніп алдым ғой. Мысалы бүгін мен, сен, ол деген 3 сөзді үйрен. Я, ты, он. Тек орыс тілінде баланы он дейді де, қызды ана дейді. Кәне айтшы». «Я, ты, он, ана», деп мен тақылдап, оп-оңай қайталап шықтым. «Міне, уже 4 сөзді білесің. Осыларды әзірше қайталай бер. Ал кешке қарай тағы 4 сөз үйретем». Мен қуанып кеттім. Әлгі сөздерді дауыстап та, іштейде бірнеше рет қайталап шықтым. «Я, ты, он, ана». Мен бұл сөздерді оңай жаттап алған соң, кешке дейін күтіп көруге шыдамым жетпейтінін сезіп, Петькадан тағы 4 сөз үйрет деп қолқа салдым. «Онда өзің сұрашы қане, қандай сөздерді білгің келеді?» Мен қапелімде қандай сөздерді сұрарымды өзімде білмей сасып қалдым да, алдағы шаналарға қарап, «Шананы не дейді?» дедім. «Шананы Саня дейді». «Ой, мынауың тіпті оңай ғой. Шананы Саня дегенің, ал шөпті ше?» «Сено» дейді. «Өгізді ше?» «Вол» дейді. «Жолды ше?» «Дорога» дейді. Ұмытып қалмайын деп әлгі 4 сөзді тез-тез қайталай бастадым. «Молодец», деді Петька риза болып. Ауылға жақындай бере шөпшілер мал қораға қарай бұрылды да, біз тура жолмен кеттік. Қарнымыздың әбден шырылдап ашқанын да, титықтап шаршағанымызды да енді ғана сезгендей Петька екеуміз аяқтарымыз шалынысып, әзер жүріп келеміз. Ауылдың қарасы көрінген соң ақ өзімізді өзіміз алдаусыратып сөйлесуді де қойғанбыз. Шынымызды айтсақ, сөйлесуге мұршамыз келместен құлап түсетіндей көрінеміз. Тұтқиылдан шыққан ащы дауыстан екеуміз де ұйқыдан оянғандай селк-селк ете қалдық. «Әкеңнің, иттің балалары!» Малғора жақтан атын борбайлата қамшылап Тұржан келе жатыр екен. Ата-баба тұқым құянымыздан түк қалдырмай, Петька екеумізге боқтықты қардай боратып келеді. «Бізді боқтап келемей? Мұнысы несі?» десіп, біз Петька екеуміз аң-таң боп бір-бірімізге қарадық. «Біздің жазғымыз не? Біз не білдіріп қойдық сонша?» дейміз. «Иттің балалары, хулигандар, ұрлар!» Солқылдап босап жатқан қардың сұқпалығына да қарар емес, атын борбайлай қамшылап бөлермен боп еліріп, құйғытып келеді. «Мұны ұжынданған бей? Ден сау емес шығар», деп Петька айтып үлгерген жоқ. Тұржан ағып келген бойда дырау қамшымен екеумізді қоса қабаттап бір осып өтті. Ол ағындап өтіп барып, атының басын кері бұрып қайрылғанша,
Петька екеуміз жол шетіндегі оппа-қарға қашып үлгердік. Колхоздың шөбін ұрлаған ұрлар, екеуіңді де қазір табанда айдатам. Бірақ өзі қанша содыр болса да, атындағы аты қанша құтырынып тұрған мықты болса да, оппаға беттей алмады. Хей, иттің балалары, колхоздың шөбін алуға сендерге кім рұқсат етті? Деді қамшысын білеп ұстап ақырып. Бұл колхоздың шөбі емес, жазда қол шалғымен шапқан өзіміздің шөбіміз, дедім мен ызалана айқайлап. Көрсетем мен саған өзің шапқан шөпті. Кәне, бері келші, анау сайрап тұрған тіліңді түбімен қосып жұлып алайын. Біздің өзіміздің шөбіміз екенін жұрттың бәрі біледі. Сенде шөп жоқ, иттің күшігі, сен ұрысың. Сенің көзіңе көк шыбын именетіп, анау қыдырманның соңынан айдатам әлі. Онан соң көзі қанталаған Тұржан атынан қарғып түскен. Бізді оппа қардың үстімен жаяу қуатын шығар деп, Петька екеуміз әрі қарай қаша жөнелдік. Біраз қашып барып, артымызға бұрылғанбыз. Жоқ, Тұржан бізді қумаған екен. Шөптің түбіне еңкейіп бірдеңе істеп жатыр. Шөпті байлаған жібімізді шешіп жатқан шығар деп, Петька екеуміз аңтарыла қарап тұрғанымызда, кенет көк түтін бұрқ ете қалды. О, тұтатты, деді Петька кіжіне тістеніп. Сәлден кейін құрғақ шөп лауылдап жана бастады. Тұржан кейін серпіліп бізге қарап аузын арандай ашып масайрай күлген. Маған ол өзінің кәдімгі есірік әдетіне басып, деп қарқылдап мәз болып тұрғандай көрінді. Мен дүниедегі ең жаман қарғыс сөздерді айтып аттан сап айқайламақ болып едім. Тамағыма тас тығылғандай даусым шықпай қалды. Өне бойым қалтырап, көзіме ып-ыстық жас толып кетті. Тек менің айтпақ болған сөзімді Петьканың ышқына айқайлағанынан естідім. Жауыз! Жауыз! деді шырқырай қайталап. Қанатай, анау жауыз екеуміздің шөбімізді өртеп тұр ғой, деп еңіреп жылап жіберді. Екеуміз де солқылдап жылап, сонан қоғалы бұлақтың басынан шаршап шалдығып жаяулап, шынамен тартып әкелген шөбіміздің жауыздың қолынан лауылдап қалай жанғанын қарадық та тұрдық. Еңбегіміздің еш кеткеніне, өзіміздің дәрменсіз түрімізге осынша қорланғанымыз ғана алдық. Ал Тұржан болса шөбіміз оттоның шанасымен қоса түгел жанып боп, жол үстінде тек бір шөкім ғана бықсыған күлік қалғанға дейін қамшысын жалаңдатып біз жаққа көзі қанталай қарап, аузын араңдай ашып масайрап, алап қойып тұрды. Шелсіз тымық ашық күнде көк жауқазын шөптен шыққан қою көк түтін аспанға шаншыла көтерілген. Бұл не болды екен дегендей көшеге шыққан ауыл адамдары біз жаққа, қолшынадағы өртеніп жатқан шөбімізге аң-таң таңырқай қарады.